Ең бірінші болып жұмаққа кіретін әйел. Бірде Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, өз әкесінен, ардақты пайғамбарымыздан, Алланың оған игілігімен сәлем болсын сұрады. Уа менің сүйікті әкетайым, әйелдерден бірінші болып жұмаққа кім кіреді? Сонда Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, анау пәлен үйде тұратын бір әйел бар, жұмаққа бірінші кіретін сол. Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, қатты қызығып, ол тіпті менен де ерте кіреді ме? Иә, тіпті сенен де ерте кіреді. Егер қаласаң онымен танысып, нендей себептен сондай мәртебеге ие болғанын біліп қайт. Хазірет Фатима бұл кісіні көруге қатты құмартады. Бір күні сол айтқан үйге барып, есігін қағады. Арғы жақта қартайған бір әйелдің бұл кім екен деген дауыс шығады. Хазірет Фатима анамыз өзінің кім екенін түсіндірді. Жаным саған құрбан болсын. Уа Алла елшісінің қызы, мен сенімен қатты танысқым келген еді. Алайда көшеге шықпайтынымнан саған бара алмадым. Сенің бұл келгенің Алланың маған берген нығметі. Алайда кешірші мені, саған есікті аша алмаймын. Себебі отағасынан рұқсат алмадым. Сен ертең келе аласың ба? Мен бүгін рұқсат сұрап қояйын. Хазірет Фатима анамыз кері қайтып, ертеңіне өзінің ұлы Хасанмен, Алла оларға разы болсын, барып әлгі үйдің есігін тағы қағады. Алайда Фатима анамыздың, Алла оған разы болсын, жалғыз емес екенін әйел түсінеді де, кешіріңдерші, мен отағасынан тек саған ғана рұқсат алған едім. Қаласаң өзің кіре ғой, алайда ұлымды кіргізе алмаймын. Немесе ертеңге дейін күте тұр, мен рұқсат алайын. Сосын екеуің бірге кірерсіңдер. Сөйтіп Хазірет Фатима анамыз ол әйелге екінші күні де кіре алмайды. Үшінші күні Хазірет Фатима өзімен екінші ұлын Хусейнді де, Алла оларға разы болсын, алып алды. Келген үйіне кіре алмай, дәл солай кері қайтып кетеді. Төртінші күні әйел үйіне бәрін кіргізді. Себебі отағасынан бәріне рұқсат алған еді. Сөйтіп Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, үйге кірген кезінде таң тамаша болды. Оны өте сұлу әрі жас әйел күтіп алды. Мен есік артынан сөйлескенімде жас үлкен апаның даусын естіген едім. Бөгде ер кісілерді даусым еліктірмес үшін ортыма тас салып алған едім. Ал қазір алып қойдым. Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, көзіне жас алып, бұл әйелдің жұмаққа неліктен бірінші болып кіретінінің себебін түсінді. Уа Алла елшісінің қызы, мен ерімнің алдындағы өз міндеттерімді тиісті түрде атқара алып жатырмын ба? Алла алдында осы үшін жауап беруіме тура келеді ме деп қорқамын. Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздың, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, хабарын жеткізеді. Сені маған пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, жұмаққа бірінші болып кіретін әйел деп баяндады. Сенің істеп жүрген ісіңнің бірде біреуін өзге әйел істей алмайды. Үлкен бір ислам әлеміндегі патшаның оқиғасы бар, жалғыз ғана қызы болады. Ана билігі деген оңайлықпен берілетін нәрсе емес, сонымен не істейді? Қызға билік жарамайды. Ол жоқ, ол перзент жоқ. Енді бұл дүниеден өтсе, ана билік кімге қалу керек? Күйеу балаға қалу керек, көрдіңіз ба? Сонымен бір жақсы күйеу бала іздейді бұл. Аманатқа қиянат жасамайтын, ертең қызыма иттік істемейтін, билігіме иттік істемейтін бір күйеу бала дейді, уәзірлерге айтады, тапсырма береді. Бүгін түнде бүкіл қаланы кезіңдер, сөйтіңдер де Құдайдан қорқатын бір бойдақ жігіт тауып әкеліңдер, тахажжуд намазын оқып жатқан дейді. Ана уәзірлер бұл тапсырманы орындамаса қаяқтан кетеді? Министерстводан кетеді. Сонымен уәзірлер солдаттардың барлығын ертіп алады. Түнімен қаланың мешіттерін жарықты, қала полный ұйқыда дейді ғой. Сонымен бұлардың настроениесі түсіп кетеді ғой. Патшаға бір не таппадық, бір күйеу бала таппадық дейді ғой. Ойбай, бұл да жұмыстан кететін болды ғой деп келе жатса, дәл сол күні түнде, күндіз ұйықтап қалған ғой, базарға ұрлыққа шығуға бір жігіт. Түнде мешіттің жәшігіне шыққан екен жаңағы жігіт. Терезеден секіріп түскен мешіттің ішіне. Айшамды жағып алған жәшікті іздеп жүр. Бұлар келе жатқандар мешіттің ішінен бір сәулені көріп қалады жаңағылар уәзірлер. Ойбай, бойдақ болса екен дейді. Сөйтіп салдыр-гүлдір мешіттің есігін ашып, әскер кіріп келе жатыр. Жаңағы жәшікті іздеп жүрген ұрлықшы жігіт жүгіріп бара жатты, мына имамның орнына тұрды да, Аллаху акбар. Бұл ойлайды, ана сарбаздар мені ұстауға келе жатыр деп ойлайды ғой. Біттім дейді ғой. Ойбай, біткен. Бұл қасқа бейшара Фатиханы да жаттамаған біреу ғой. Аллаху акбар дейді да тұрады. Бір кезде аяқ талады ғой. Аяқ талған кезде не істейді? Жылайды ана қасқа ше. Мыналар ойлап жатыр, Құдайдан қорқып жылап жатыр деп ойлап жатыр мыналар. Уәзірлер жылап отыр дейді бір кезде сарбаздар. Құдай-ай, бойдақ болып шықсыншы, я Алла. Анау деген бітті ғой, екі аяқ талды, көзден жас парша-парша. Өлген жерім осы болды ау дейді ғой. Сонымен намаз ат-тахиятқа отырады болмақ. Ат-тахиятты ұзарта алмайсың ғой бәрібір. Сонымен бейшара ассаламу алейкум рахматулла.
ассалаумағалейкум рахмат десе уәзір маңдайынан келіп сүйіп жатыр дейді ана бойдақсың ба деп айтады дейді